Ассалаумағалейкум, құрметті шаңырақ оқырмандары. Қызылорда қаласы Сабалақ аймағы Мечта көшесінің бойында орналасқан 105-ші мекенжайы бойынша осы бір бітпеген үйді көрмекшіміз. 8 сотық жермен мына қабырғасының және де үстіңгі бөлігінің барлығының біткен уақыты 2018 жылды құрайды. Толықтай қам кесектен салынған. Үстіңгі бөлігі профлист. Келешекте дүкен ашуға немесе пекарня ашуға жоспарланған. Мына беті ұзын жағы, яғни ені 5 болса, ұзындығы 21. Үйдің дәл жанында трансформатор бар, және де мына үлкен коттедж бар. Ориентирге өте ыңғайлы, сіздерге түсінікті болсын деп айтып жатырмын. Былай қарай тура жүрсеңіз, жақын маңайда дүкен бар, Фараби деген дүкен. Сол дүкеннен оңға қарай түссеңіз, оңай тауып келесіз. Осы үйге келер жолды видеоның соңына салып жібереміз. Енді үйдің ішкі бөлігімен танысып кетсек. Үйдің кіреберіс бөлігі осы аймаққа киім ілгіш және де аяқ киім шешетін орын деп жоспарланған. Осы бөлігін келешекте ас бөлмесі ретінде қарастырылған. Ал оңға қарай жүрсеңіз, қонақ бөлмесі, мына ортадағы бөлікті жауып алсаңыз болады, немесе студийный кухня алсаңыз да болады. Кез келген вариант. Ал төр жағында жатын бөлмеміз. Міне қам кесек, бірақ өте мығым салынған. Енді осымен тура жүріп, жаңағы кіреберістің бөлігінен солға қарай жүрген болсақ, мына жерден екінші бөлігі басталады десек болады. Үйдің осы аймағынан былай қарай дүкен келешекте ашуға жоспарланған, дүкен ашатын ретінде. Мына өзінің есігі тұр, тиесілі. Бұл дүкеніміздің үлкен бөлмесі, бір бөлме, яғни стеллаж, барлық сауда-саттық осы маңайда жүрсе, ал мына жағына осы дүкенге арналған бір бөлме. Бесте 21 ұзындығы бойынша, ені 5 болса, ұзындығы 21. Үстіңгі бөлігі 3 метр. Осы үйімізді сатып алу жөнінде біздің Instagram парақшамыздың пост астындағы үй иесінің нөміріне хабарлассаңыз болады.